Саламсыздар, құрметті көрермендер, қымбатты оқырмандар. Бүгін біз сіздерге ертегі әлемі айтары бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі тыңдайтын ертегілеріміз махаббат туралы әфсана деп аталады. Бір аралда түрлі сезімдер өмір сүрді. Олар бақыт, қайғы, махаббат тағы басқалар еді. Бір күні аралды су басуы мүмкін болғандықтан, кемелерге мініп аралдан кету қажеттігі туралы хабарланды. Барлығы аралдан кетті. Тек қана махаббат қалды. Аралды су басқанда ол өзіне көмекке өзгелерді шақыруды ұйғарды. Оған көмекке алғашқы болып байлық келді. Махаббат айтты: "Байлық, сен мені әкете аласың ба?" "Жоқ, менің кемемде ақша мен алтын көп болғандықтан саған орын жоқ", деді байлық. Махаббат кемемен өтіп бара жатқан мақтанышты көріп, дереу көмек сұрауды ұйғарды. "Мақтаныш, маған көмектесуіңді өтінемін. Мен саған ешқандай көмек бере алмаймын, өйткені сенің үстің су болыпты, кемемді бүлдіруім мүмкін", деді. Махаббат өкініштен сұрады: "Өкініш, мені өзіңмен бірге ала кетші". "Ой, махаббат, мен сондай көңілсізбін, дәл қазір жалғыз қалғым келеді", деді. Бақыт аралдың жанына жүзіп бара жатты, бірақ өзі бақыттан басы айналғаны сонша махаббаттың өзінің шақырғанын естімеді. Кенеттен біреудің даусы естілді: "Махаббат, бері кел, мен сені өзіммен бірге алып жүремін". Оны шақырған қарт адам болатын. Махаббат қатты қуанғаннан қарияның атын сұрауды да ұмытып кетті. Жерге аяқ басқан соң махаббат білімнен сұрады: "Маған көмектескен кім?" Бұл уақыт болатын. "Уақыт, ол неліктен маған көмектесті?" деп сұрады махаббат. Білім даналықпен жымиып былай деді: "Сондықтан, өйткені өмірде махаббаттың қаншалықты маңызды екенін тек уақыт қана түсіне алады", деді. Осымен ертегіміз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.